Армысыздар құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Мадина Құрбанәлиқызы. Бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы қазіргі білім беру жүйесіндегі ұстаздың рөлі. Ал сұхбатымыздың қонағы білім мен тәрбиенің шамшырағы болған, шәкірттің жүрегіне жол таба білген ардақты ұстазымыз әрі менің сынып жетекшім Бекболат Айгүл. Қош келдіңіз, апай. Қош көрдік. Маған бірнеше сұрақтарым бар, сол сұрақтарымды қоя кетемін. Сұрағым, сіздің ұстаздық жолыңызға келуіңізге не себеп болды және осы жолда неше жыл қызмет атқарып келе жатырсыз? Жарайды, рахмет сұрағыңызға. Ұстаздық жолға келуіме ең басты себепші болған менің бастауыш сыныптағы апайым болды және алгебра, геометрия пәнінің ұстазы болды. Сол апайларға қарап бой түзегім келді. Және солардың берген тәрбиесін, тәлімін, білімін мен де басқа оқушыларға бергім келіп, дәл осы себептермен ұстаз болуды таңдадым. Ұстаз болу бұл тек қана білім беріп қана қоймай, және сол оқушылардың екінші анасы бола білу деп есептеймін. Ал сіз өзіңіз мектепте қандай оқушы болдыңыз? Мен мектепте үздік оқушы болғам. Және класстың топ басшысы деп айтады ғой, ол кезде біздің кезімізде староста деп айтатын еді. Староста болған мұғалімдеріміз орнына сол бастауыш класстан бастап отырғызып, шулатпай, сабақ беріп, сол кезден бастап қаланған негізінде. Содан ары қарай мен ұстаздық жолын таңдап кеттім. Сынып белсендісі болдым дегеніңіз онда. Ал екінші сұрағым, сіздің ойыңызша ұстаз болудың ең басты жауапкершілігі неде деп ойлайсыз? Ұстаз болудың жауапкершілігі бұл бір баланың өмірі деп есептеймін. Себебі білім мен тәрбие болмаған жерде ешқандай балада бір өзгеріс болмайды, артта қалып кетеді білім мен тәрбие болмаса. Сондықтан ұстаздықтың жауапкершілігі өте жоғары. Сондықтан ұстаз болатындарға жауапкершілікті, төзімділікті, сабырлықты үйрену керек деп ойлаймын. Сонда ұстаз болу тек қана мамандық емес, үлкен жауапкершілікті талап ететін мамандық қой. Ал үшінші сұрағым, ұстаз мамандығының қазіргі таңдағы рөлі туралы пікіріңіз? Қазіргі таңда ұстаз болу тек қана бұрынғы күйінше білім беріп қана қоймай, ол сол шәкіртті сыни ойлауға дамыту, және жаһандану үдерісінде бәсекеге қабілетті тұлға даярлау, және оның ойын тыңдау, және серіктес деп айтады ғой, оқушымен бір дәрежеде ойлану, сондай байланыста, ата-анамен тығыз байланыста болу керек қазіргі заманда. Және онымен қатар балалардың шығармашылық қабілеттерін, коммуникациялық қабілеттерін және дарындылық қабілеттерін байқап, сол оқушыны аша білуіміз керек. Сонда ұстаз бен оқушының арасында тығыз байланыс болу керек қой. Иә. Ал оқушылардың бұрынғы буыннан айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Бұрынғы буын мен қазіргі оқушылардың айырмашылығы, қазіргі оқушыларға еркіндік көп. Қазіргі заманға сай дамып келе жатқан оқушылар өз ойын еркін айта алады, және бәсекеге түсе алады, пікірталасқа түсе алады оқушылар. Бұрынғы оқушыларда да ондай болған, бірақ ол кезде сәл өздерін сәл тыйып ұстап, ұялыңқырап, сондай жағдайлар болған. Ұстаздық жолында естен кетпес шәкіртіңіз немесе қызықты оқиғаларыңыз бар ма? Иә, енді біраз жыл қызмет еткеннен кейін түрлі оқиғалар болады. Бір оқиға есімнен кетпейді әлі күнге дейін. 99-шы жылғы оқушылар біреуіміз кластың ішінде қамалып, есіктің тұтқасы болып, кластың ішінде қалып кеткен жағдай болған. Мен уайымдап ол оқушыны, балада бәрібір сәл қорқыныш болады, іште қалып кеткеннен кейін, сонымен кіші қызметкерлерді шақырып, есікті ашып, баланы шығарып алған кезіміз болған. Тағы біреу болған, бір қызым қатты есін емдеп жағы шығып кеткен жағдай болған. Ондай жағдайда болған. Сондықтан оқушылармен бірге өмір сүресің, солармен бірге уайымдайсың, солармен бірге жүресің, әрқайсысына өзің балаң сияқты қарап жүресің. Бір үйдің еркесі болады,
ата-аналарын тыңдамайтын балалар да болады. Мысал үшін неше түрлі адам болса сонша түрлі пікір болады, мінез болады. Қазіргі ұстаз боламын деген жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Қазіргі ұстаз боламын деген жастарға айтар кеңесім, ең бірінші ұстаз болу жауапкершілікті талап етеді. Себебі дәрігерлер адамның өміріне жауап беретін болса, мұғалімдер сол өмірге қадам басуына алғашқы жауап беретін адам болып есептеледі. Яғни білім мен тәрбиені сіңдіру керек. Ұстаз болу үшін шыдамды болу керек, сабырлы болу керек, ізденуші болу керек, жан-жақты тұлғаны дамыта алатын білікті маман болу керек. Және кәсіби құзыреттілігі дамыған, қазіргі цифрлық платформаларды меңгерген және сол техникаларды қолданып сабақ өте алатын, оқушы жанын түсіне алатын, оқушымен тіл табыса алатын, ата-аналармен тығыз байланыс орнатып, әріптестермен де жақсы қарым-қатынаста болатын маман иелері болу керек. Жаңадан келетін ұстаз мамандары осы нәрселерге дайын болып келу қажет. Ұстаз болу оңай емес екенін сұхбатымыз арқылы білдік. Уақытыңызды бөліп, сырлы әсерлі ойларыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Сізге шығармашылық табыс, мықты денсаулық тілеймін. Алдағы күніңізге сәттілік. Құрметті көрермендер, сұхбатымызды қорытындылай келе, кез келген мамандықтың оңай емес екенін білдік. Ұстаздық жолға түсудің өзі үлкен жауапкершілікті, тапқырлықты, төзімділікті қажет екенін ұқтық. Ұстазды екінші анаң ретінде сыйлап, құрметтей білу керек. Уақыттарыңызды бөліп, зер салып тыңдағандарыңызға көп алғысымды айтамын. Қайта жүздескенше.